ивенттің басталуына 3 сағат қалды, бірақ мен подписчиктермен бірге ерекше бір багтар мен секреттерді тапқан болатынмын бұл клавиатура әлемінде. В общем, сендерге бұл мини-видео өте қызықты, сендерді лайфхактар, багтар және секреттер күтіп тұр. Ал видео бастамай тұрып лайктарын басып кетсеңдер, бұл формат сендерге өтті деген сөз. Давайте 3 секундың ішіне 5000 лайк басып жіберіңдер, ал мен келесі бөлімін шығаратын боламын. 3, 2, 1 лайк басып үлгермедім. Подписчиктермен бірге мен багтар іздеген болатынмын стримда. Енді ол багтармен сендермен бірге бөліскім келіп жатыр. Так, мен есіме түсіру керекпін бірінші мирда қандай баг бар екен. Телепортациямен 12-ші этапқа барайын. 12-ші этапта мынандай баг бар. В общем, бүйтесіңдер, алдайсыңдар, бірден сразу багқа көшіп жатырмын. Бүйт шарасын. Мынандай 3 секунд дегенді көрген кезде мынау босс бізді қуалау керек. Ана, кетіп қалды баг. Бірінші попыттан болмайды ол баг, по идее ше. Так, мына босты біздің мақсат шығарып тастау. Сол кезде біз мына жерде жүре аламыз, короче, осы мирда. Но мен бірден істей алмаймын оны. Кеше бірінші попыттан жасап жүрген маған негізше. О! Әдемі. Міне, енді багымыз істеді, достар. 12-ші этапқа барамыз. А босс далада? Қалай десе? В общем, біз скриптті сәл бұзып жердік. Даже ұтсақ та, ол босс о жерде тұрады. Реально. Әлі тұр. Енді сендер босстың клеткасын ішін көре аласыңдар. Не болып жатыр бұл жерде? Ештеңке болып жатқан жоқ, асхатик. Мына жерде бұл багты мен Майк Миллердің тығылмашағына дайындалған болатынмын. Бірақ Майк Миллер тығылыспақ бұл клавиатура әлемінде түсірмейміз деді. И мен идеямды алды да өзінің каналына түсіре салды осындай мифтарды. Так, енді келесі багқа көшейік. Келесі баг ол бізде 14-ші этапта. Қандай баг? Асхатик дейсің ғой сен. Тикфинити қосамыз. Тикфинитиді қостық. Сосын кішкентай боламыз, мына жерге бұрышына барамыз. Именно мына жерде бір ойы бар, 3 бұрыш ше ойы. Осы ойуды кішіреміз да и үстіне шығып кетеміз. Негізі бірінші попыттан ақ істейтін зат, по идее. Мен просто білмеймін неге бірінші попыттан істемей қалғанында. Так, мына жерге келесің, қайтып ойуға тұрасың, МК-ны басасың, кішіресің и міне, болды. Ең бастысы аккуратно. Алға жүрек. Мен қатты ұшып кеттім негізше. Қатты ұшып кеттім, достар. Тайғанақ. Өте тайғанақ. Короче, неге бұл жер тайғанақ десеңдер? Осторожно, скользко деген бұл пасхалка. Бұл реально пасхалка. Негізі бұл басында баг болған дейді. Сосын разработчик бұны багтың орнына давай мен пасхалка қылып қойын деп істепті. Енді мына жерде мына смайликті көріп тұрсыңдар ғой. Финишқа жүрсеңдер, смайлик сендерді күтіп тұрады. И әрине құс өлтіріп тастайды бізді. Құсқа қарсы тағы да бір баг бар екен, достар. Бұл да қызық баг. Короче, этапты өтеміз. Баяғда мен әдейі өліп қалдым, өйткені есіме бір нәрсе түсіп кетті. Баяғда анау құстың багының алдында негізі, то есть мен видео түсірмей жүрген кезде мына құстың артына тығылып қалсаң, мынау құс ұшып кетеді екен. Бірақ ол багты жөндеп қойыпты, кеше көрдік, мынақа кірдік та бізді өлтіріп тастады құс. А ол құс бізді өлтірмеу үшін не істейміз? В общем, мынақа ұшасыңдар, и мынау У деген әріпке тұрасың, и құс бізді байқамайды. Қайда кетіп қалдың, братишка дейсің ғой. Құс өзінің скрипті бойынша шетке қарай кетіп бара жатыр. Бірақ құс бізге қайтып келіп өлтіріп кетеді, реально. То есть біз мынақа келіп жай құссыз өтіп кетейік десек, құс келе жатыр. И құсты бүйтеміз. Мына жерге тұрамыз. Құс жерден пайда болады. Бүйтеміз. И бүйтіп өліп қаламыз. Не, просто құстан қашу мүмкін емес, достар, реально, вообще. Құстан қашу мүмкін емес, сол себепті біз қазір қайтадан сол багты жасаймыз да, и бір потайной жерді көрсетемін сендерге. Жүгіресіңдер да ше. Сосын бір прикол бар. Мақұл. Ол секретный жерді көрсету үшін багты қолданбау керек. Біз қазір барамыз, мына жерден шығамыз. Ой, бұл. Братан, бірінші дубльден болмаймасыңдар. Бірінші дубльден болатын жерді.
Мына жерден қашамыз. Міне енді мына жерге жүгіреміз да ше. Жүгіріп бара жатқан кезде мына жерде бір тесік шығады. Бұл тесікпен осындай жерге барамыз. Бірақ құс сендерді өлтіріп тастайды, ол жерге сендер бара алмайсыңдар. Құс никак жаңағы 12-ші этаптағыдай прикол емес, то есть құстан құтыла алмайсың никак. Сол себепті просто сондай тығылатын жер бар екенін біліп жүріңдер. Ал давайте екінші мирға өтейік. Екінші мирда да бізді кішкене басқалықтар күтіп тұр. Екінші мирда сәл қызығырақ. Өйткені екінші мирға мен телепортациямен қолданмаймын да, өзім баратын боламын. Так, этап 8. Бұл баг, по идее, сендер битесіңдер. Тикфинити қосасыңдар. Осы этапты өте алмай жатқан адамдарға бір кішкене лайфхак. Короче, крошечный дегенді басасын. Мынақа келесің да, крошечный дегенді басасын. Ой, тикфинити қоспады ма? Да. Крошечный басасын. Болды. Сен ұшып кетпейсің. Ұшқын келсе де ұшып кетпейсің. Өтуге болады. Қайтып көрсетем. Кішкентай боласың, АФК тұрасың, ұшып кетпейсің. Прикол, Прикол. Бұл осы этапты өте алмай жатқан, уровені жетпей жатқан балдарға әдемі лайфхак. Так, келесі. Давайте өтіп кетейік. Мен по очереди білетін лайфхактарымен бөлісіп жатырмын. Келесі секрет, оны бәрің білесіңдер. Ол секретті тиктокер бар көрсетті. Ол секретті стримдарда көпсі көрсетеді. Мына жерге бұрышқа келген кезде Purvis Parvior Minimum деп жазып қойған. То есть кішірейесің. Мына үлкейтсең, мына тесік ашылады, короче. И мына жерге барасында. Ой. Мына кішірейіп, мына өтесің да. И Локкидің секретін көресің. Секрет Локки. Локки бұл жерде просто так тұрады. Реально. Кешке ивент сағат 11-де деп айтып жатыр ғой бізге. И алып кетеміз. Так, сосын келесі прикол. Ол келесі прикол енді вообще жесткий прикол. Ол өте алыста орналасқан ол прикол. Келесі прикол 11-ші этапта. Ол үшін біз секіреміз. Тикфинитимен М-ді әдем басып қалу керек. То есть бірінші попыттан бола бермейді, бірақ менде боп қалды. Прикол. И өстіп ұшасында түзу баса берсең, мына жерде боласың ғой, короче. Көрдіңдер ма? Міне. Прикол ма? Жаңағы этаптан секіресің да? И мына үстіне шығасың да, енді сендерді сұрақ. Асхатик, қаншалықты алысқа бұл мен баруға болады? Публикта жасамаңдар, өйткені мен кеше публикта осындай нәрсені істедім да, мені админ кик етіп тастады серверден. Банаған жоқпын, просто шығар жіберді серверден. В общем, мына жерге келесің, ең шетіне өткеннен кейін, қалай мына жерден секіріп шығып кетсек болады десеңдер, в общем, просто бүйтіп секіре берсең и тикфинити бассаң ше, өзіме өзі секіріліп кетеді. Білмеймін, мен міне өз шыға салдым да ше. Сосын мына жерде сәл тұра тұру керек. И в общем, анау бұрышқа барасың. Тикфинитимен М-ді басасың и түрмені басасың. И түсіп кетесің өстіп. Болды. Сен түсіп кеттің, бірақ мен өліп қалдым. Мен бірінші попыттан жасаймадым, бірақ по идее анау этаптан өтіп кетуге болады. Қаншасыншы этап екенін есімде жоқ. В общем, осындай мини видео болды. Егер сендерге осындай секреттер, багтар ұнайтын болса, біз тағы да подписчиктерден багтарды сұраймыз. Отмет еткен багтардың бәрін келесі видеода көрсететін болам. Ал енді маған ивентке дайындалу керек. Ивентке 5 сағат қалды. Бұл видео бірақ 3 сағат қалған кезде шығатын шығар. В общем, ертең сендерді качественный контент күтіп тұр. Келесі кездескенше сендер маған Асхат, аман сау болыңдар.